қоғамдық қатысушылар есімі Арабек Османұлы болып, Жамбыл облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының өкілімін. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Бегманов жеке кәсіпкерінің жанар-жағармай қоймасы үшін рұқсат етілген шығарылған нормативтер қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы бойынша қоғамдық тыңдау өтуде. Қоғамдық тыңдаудың тәртібі бойынша, қағидалары бойынша хаттамашы сайлауымыз керек. Хаттамашы ретінде жобалаушы мекеменің экологы Нахметова Гүлмираны ұсынамыз. Ешкім қарсы емес па? Хаттама толтыра, сұрақтар жауаптар бәріне хаттамаға енгізетін болады. Қарсылықтар жоқ болса, онда регламент жасалып, осы жобада айтқан жобалар бойынша баяндама жүргізеді. Баяндамаға 10 минут уақыт береміз. Баяндаманы Бегманов жеке кәсіпкерінің өкілі Абдекова Дария баяндайды. Содан кейін сұрақ-жауаптар, ұсыныстар. Сұрақ-жауаптар мен ұсыныстарға уақыт белгілемейміз, себебі қанша сұрақ болады, қанша ұсыныс болады, оны істемейміз. Регламентте ешкім қарсылығы жоқ па? Қарсылықтар жоқ болса, онда бастай береді. Тақырыбы бүгінгі Бегманов жеке кәсіпкердің жанар-жағармай қоймасы үшін рұқсат етілген шығарылымдардың нормативтері, қалдықтардың басқару бағдарламасы және өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Кәсіпорынның орналасқан жерінің картасы және де жалпы мәліметтер бойынша мұнай өнімдерінің қоймасы Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Аса ауылдық округінің Тараз, Аса, Қаратау темір жолының бойында орналасқан. Жеке кәсіпкердің негізгі өндірістік қызметі мұнай өнімдерінің қоймасын пайдалану болып табылады. Жеке кәсіпкердің жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның болып табылады және рұқсат етілген шығарылымдар нормативтері жобасы 13.06.2016 жыл қоршаған ортаға әсер ету рұқсатының мерзімінің аяқталуына байланысты әзірленуде. Оператордың атмосфералық ластау көзі ретінде сипаттамасы. Жеке кәсіпкердің мұнай базасын пайдалану кезіндегі ластаушы заттардың шығарындылары 12 шығарынды көздерімен жүзеге асырылады, оның 8-і ұйымдастырылған. Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі іс-шаралар бойынша қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар қоршаған ортаны қорғауға және оның сапасын жақсартуға бағытталған технологиялық, техникалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік және экономикалық шаралар кешені болып табылады. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға біріншісі экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған, екіншісі қоршаған ортаның сапалық сипаттамаларын артыру арқылы қоршаған орта компоненттерінің жай-күйін жақсартатын. Суды тұтыну және бұру, сумен жабдықтау өз су қабылдау бағанасының қарастырылған және ағынды сулар ағызу, ағынды суларды қабылдау үшін су өткізбейтін шұңқырға жіберіледі. Жоспарланған шаруашылық қызметтің қалдықтарының түрлері мен мөлшерлері. Адамның кез келген өндірістік қызметі қалдықтардың пайда болуымен бірге жүреді. Өндірістік пен тұтынудың барлық қалдықтарын арнайы бөлінген және жабдықталған орындарда уақытша сақтауға жатады. Содан кейін қалдықтарды мамандырылған ұйымға беру немесе кәсіпорынның өзінде кәдеге жаратуға жүзеге асырылады. Қалдықтар арнайы бөлінген алаңдарда жиналады. Өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша есептілікке қойылатын талаптар. Жеке кәсіпкердің өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша есептілікке қойылатын талаптар филиалдың бірінші басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қоя отырып, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесіне өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша электрондық нысанда есепке алуды жүргізеді, қалыптастырады және мерзімді есептерді ұсынады. Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары жоспарлары картада көрсетілген. Сұрақтарыңыз болса? Бұл жерде сіз ғой, жеке кәсіпкер, осы кісіде отыр. Сұрақтарыңыз болса, қойылыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Негізгі действующий қолданыстағы нысаны. Рұқсаттан өзі экологиялық рұқсаттың өзі 10 жылға берілсе болғанса өткеннен кейін қазір жаңартуға осы қоғамдық тыңдау өткізілді. Сұрақтарыңыз бар ма? Ешқандай сұрақ жоқ, оған дейін істеп жатқан кәсіпорын ғой. Бұл емес, бізге енді аман-есен агрополис еді ғой, бізге басталған жағылатын. Бұдан халыққа бір зияны тиіп, болмаса басқа бір зардап шегіп жатқан жағдай тіркелгеніміз көргеніміз. Агрополис бойынша слушание болса, онда сұрақ бұл жөнінде ешқандай сұрақ туындаватқан жоқ. Түсінеміз ол жағында. Ода енді агрополис бойынша да айтып өтудің несі бар. Осы жақында келесі жылға қоршаған ортаны қорғау облыстық іс-шара жоспары бекітіледі. Мәслихаттың шешімі, облыстық мәслихаттың шешімі. Сол жерге біз Асаға автоматты пост қоюға енгіземіз. Енді білмеймін, қаражатқа байланысты бір пост, автоматты пост 120 миллионнан аса
ақша тұрады дейді. Сондай пост дегенде біз ол жалғыз агбзм ба жаңағы автоматты түрде ауаны тексеріп тұрады да. Может НДФЗ-нікі болуы мүмкін, агбзм-нікі болуы мүмкін, басқа жаңағы шаңды нелер бәрі соның бәрін анықтайтын. Сол жерде белгілі болады, анда атақ ол білеміз, жаңағы бір уақытта шығарынды шығарды да, жаңағы экология департаментінің зертханасы басқа зертханалар келгенше шығарды жаңағы ластауыш заттар кетіп қалады, ауадан тарап кетеді да, анықталмайды. Анықталған жағдайда ол да жеке кәсіп болғаннан кейін біреудің несіне кіруге ешқандай несі жоқ болады. Анда шуылдағанда басылып та қайтадан шуылдап отырады. Білеміз оның бәрін аққан. Мангазу шағы. Басқа сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз жоқ болса, онда қоғамдық тыңдауға қатысқандарыңызға рахмет. Осымен аяқтай берейік. Сау болыңыздар.